22 наурыз ұлыстың ұлы күні. Наурыз мерекесі әлемнің ең көне мерекелерінің бірі. Орта Азия халықтарында 5000 жыл бойы тойланып келеді. Наурыз сөзі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны береді. Наурыздың дәстүрлі тағамы наурыз көже. Ол 7 түрлі азықтық заттан тұрады. 7 деген сан аптаның 7 күнін бейнелейді. Бұл санның мағынасы терең. 7 санға байланысты әдет-ғұрыптар бар. Наурыз мерекесін тойлау кезінде ақсақалға наурыз көжеге толы 7 кесе ұсынылады. Наурыз кезінде әр адам өз үйіне 7 қонақты шақырып, өзі де 7 үйге жолығады. Наурыз мейрамы діни мереке емес. Ол қалыңғыстан аман-есен шығып, күн нұрына бөленіп, жаңа жылды қарсы алу мерекесі. Наурыз мерекесінде көріскен жандар бір-бірін құшақ жая қарсы алып, игі тілектер айтады. Наурыз көктем мен еңбектің, достық пен бірліктің мейрамы болуымен бірге, халқымыздың салт-дәстүрлерін құрметтеп, ұлттық қасиеттерімізді бойына сіңіріп, жан-жақты дамыған өнегелі азамат тәрбиелейтін ұлттық мейрамымыз. Шығыстан жалын тарады, жер бусана жатты будай, күн теңесіп, түнмен қалады, қалаған соны құдай. Түркістан тасы ерді көктем, көзімнің жасы ай-ау еркем.